Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Менің Instagram парақшамда жаңа контент бағыты бойынша мен бір рубрика жасағым келіп тұр. Бұл реакция, яғни Қазақстандағы жаңадан шыққан бейнебаяндарға, может бұрынғы мен көрмеген бейнебаяндарға реакция түсіргім келіп тұр. Негізі бұрыннан бері ойлап жүрген болатын, мен өзім үшін бұл бағыт сәл қызық болатын. Бүгін 15 май Димаш Құдайбергеновтың «Тау ішінде» деген клипі шыққан екен. Соған мен өзім реакция түсіргім келіп тұр. Қалай болады, өзіме де қызықты. Видео барысында ойымды айтып отырамын, соңында 10 шкаладан қанша балл беретінді айтатын боламын. Давайте кеттік. Димаш Али дейді. Серік. 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 Бұлай болмайды. Мына бір кәдімгідей үлкен кино секілді. Мына кісі енді біздің балалық шағымыздағы актриса. Бірдеңе істеу керек. Өте керемет актриса. Әуестік деген болмайды. Қызыңмен сөйлес. Кстати, 8 минутқа 9 минут па, почти 9 минут кино көретін болдым ғой деп ойлаған тұғым бірінші рет минутын көрген кезде. Мен бар ғой, не айтарымды білмей. Мен қиналып кеттім, Серік. Сен бе қиналып жүрген? Мен мына түрмен жұмысқа барудан қалдым. Бәрі, о, Димаш келді деп күледі маған. Өзің ғой келіскен. Ата, жарасып ақ тұр. Мен келдім. Үш кісіде отбасылық негізді. Өте керемет адам. Қаса, Димаштың концерті осы жыл Лондонда болады. Қазір билет алам. Бәріміз барамыз. Кішігірім реклама тағып жүрген секілді. Мам, айтпақшы. Мен бар ғой, жаңа татуировка ойлап таптым. Димаш Айдахардың үстінде осылай ұшып баратыр. Ой! Айдахардың үстінде дейсің бе? Ой, менің ана жолғы татуировкам әлі жазылған жоқ қой, Мам, енді келісімді өзің берген жоқсың ба? Менің денемде вообще бос орын қалған жоқ. Жоқ, тоқта. Жоқ. Негізі видеоны бұл клипті біраз күткен болатын. «Тау ішінде» деген әнді іздестіріп көрдім. Бұрында кім айтқан екен, өте әдемі ән. Жалпы материалы өте күшті. Бірақ мынау басындағы білмеймін, осындай нелері сәл пістірарлық болып жатыр өзім үшін. Бар, анау арқамда бір орын қалды. Ой, бұл реклама. Құдай-ау. Қазір тезірек өткізерік. 이번엔 제가 제일 좋아하는 OX 퀴즈인데요. 개념을 체크. Қызым, Ау, пап. енді бәріміз де Димашты жақсы көреміз. Димаш forever! Иә, біздің мақтанышымыз. Бірақ мүмкін сен Димаштан басқа бір кумир тауып аларсың, Иә. Мен де актерский ойналары өте әдемі. В смысле басқа бір кумир? Барлық жер Димаш па? Мам. Пап. Мені қолдаудың орнына айтып жатқаныңыз не? Ешқашан мені түсінбейсіңдер. Мам, сен білесің ғой, мен Димашты жақсы көремін. Реально клип па, әлде кино ма? Кино секілді. Точа, Димашты бәріміз де жақсы көреміз. Мен саған осылай сөйлестедім ба? Адам өйстіп айтады ма екен? Айтшы маған. Не істедің? Ертең ана шетелдің бір фанаты болса көрер ме сені? Одан да өзіміздің Димаштың фанаты болып жүре бермейін ма? Ой, сен де бар ғой осы бір. Енді өзің ғой сөйлестеген. Доча.
ой басталып отырмын. Бұрында негізі көчемпе тұратын еді, осындай фотоларда қыздардың комнатасында негізі қайта Димаштың тұрған әдемі. Димаш негізі еліміздің мақтанышы кәдімгідей. Мені Димаш қана түсінеді. Ол менің қасымда әрдайым болса ғой. Пап, Ой, басталды. Қалған музыка. Типа бұл түсі секілді мына қыздың менің ойымша. Түсі сияқты болып шығатын сияқты соңында. Түсінде Димашпен ән айтып береді. Әлде олай емес па? О, класс. Мен келем тау ішінде түнделетіп Блин, кәдімгідей андай чистый өте әдем болып тұр да дауысы. И мына материал бұрынғы кәдімгідей өте әдемі материалдың өзі. аймақты көңіренді бөлеңдетіп Мансұр Құдайберген әнші. ақ боз адам сылаң қағып шалтақтап қолақтарын елеңдетіп ақ боз ат менің Күшті билейді тоже негізі Димаш Құдайберген. көкірек керіп жұттым мен ауаның жазғы жұпарын ау сүмбілі жан Тұрған жерлерінің өзі өте әдемі екен негізі. Дайындықтары, видеокамерасы бүкілі. тәтті сөзің қара көзің білгейсің келгенімді жалғыз Қыз прикольно билеп қояды екен кәдімгідей. Димаш та әдем билейді. Значит, тәтті сөзің қара көзің білгейсің келгенімді жалғыз өзің ән салдым есіп майда Freedom рекламасы. ырғалтып шырқап толғап баяулатып толқында мұңқы болған әнін естіп тыңдарсың кірпік қақпай ояуша Әскердің образында өте әдемі ойнаған. ақ босатым қояндай еркелеп басар аяңдай тербеді даусым ауаны Оригиналындағы тыңдаған кезімде былай шықпаған негізі. Бұндай жер жоқ типа әндей. Может, былай бар шығар негізі ізденіп сөйтіп жасаған болу керек. таңылдап қалқып баяулай Рекламадағы жерлерге тоже. тәтті сөзің қара көзің білгейсің келгенімді жалғыз өзің тәтті сөзің қара көзің білгейсің келгенімді жалғыз өзің тәтті сөзің қара көзің Андай тәтті сөзің, қара көзің. Тәтті, осы сөздің өзін тәтті қылып айтып отыр да Димаш кәдімгідей. Аранжировщик өңдеген адам өте мықты негізі. Бұрынғы негізі оригиналы басқаша сәл. Бірақ мынаны кәдімгі заманауи етіп өте мықты аранжировкасын өте жақсы жасаған. И дыбыстың тазалығы, вкусы мықты ғой Димаштың кәдімгідей. Білгейсің келгенімді жалғыз өзің тәтті сөзің қара көзің білгейсің келгенімді жалғыз Маған Мансұр Құдайберген более бір тоже қызық личность болып жатыр. Негізі жақында концерті болады деп шығарды. Бұрында көп көрмеген екен, бірақ клиптарына да қосып қазір енді шығарып жатыр. Көру керек сияқты.
Ну, как я алдын ала примерно білдім, түсі болып шықты. Мен режиссер болуға болады сияқты. Күнің менен, туған күнің менен, туған күнің мен, Карина, туған күнің менен. Димаш Құдайбергенов келіп тұратын шығар. Біз маман екеуміз саған не сыйласақ деп ойлап, ойланып, қазір 1 минут. Қызым, туған күніңе. Мамасы байлалайын, төрлет. Сюрприз! Мен бар ғой, барлық жерде сіздің бетіңізді көрдім ғой. Таксиге отырсам, таксистің өзі сіз. Продуктілер барлығы маған қарап билеп жатыр ғой. И сіздің бетіңіз ойлаңызшы, мен парковкаде... Жігіттер не түсіріп кеттік? Тәтті сөзің, қара көзің, білгесің. Жігіттер не түсіріп кеттік деген кезде мен қалай ойладым. Ну, типа, болмайтын нәрсе түсіріп кеттік қой деген секілді. В целом, маған ән өте қатты ұнады, негізі бағам. Вообще клиптің бейнебаянның несі, кино түсіргендегідей өте мықты. Енді Димаш бізде әлемдік деңгейдегі әнші ғой, сондықтан ол өте шепетейно қарайды деп ойлаймын ондайға. Мынау әннің музыкасына, аранжировкасына, өзінің образдарына түскендегісі барлығы өте әдемі шыққан. Бірақ маған в целом клип өте ұзақ секілді болып көрінді, кино секілді, барлық жерде реклама. Может быть, жаңағы ұлымдағы рекламасын қосқым келді, Freedomның жаңағы ақша төлеген спонсор болған шығар да, соның рекламаларын қосып осылай шығарғысы келген шығар. Бірақ өте ұзақ секілді болды. Мен екінші қайтара клипті көрмейтінем. Өз басым негізі. Бірақ әнді мен екінші қайтара бір күнделікті тыңдайтындай ән болған. Кәдімгідей. Маған кейбір әндер бар, тыңдаймын. Ну, Димаштың мысалы көп әндерін мен қайтара тыңдай алмаймын. Негізі бір тыңдаймын, маған күшті екен деп қоямын да. Ал осы әнін мен тыңдайтын едім. На репите өйткені хит секілді уже материалдың өзі өте әдемі. Есті ән, былайша айтқан кезде соны заманауи ретінде шығарған. Браво деп айтқым келеді. Димашқа өте керемет. Бірақ клип маған қатты ұнамады. Бірақ ойнағандары барлығы әдемі. Жаңа сюжет, арт жаңағыдай. Қалай айтады оны мен білмеймін. Өңдеу, былайша айтқан кезде әдемілеу, мына сахналардың барлығын өте әдемі, билері әдемі, өте қойылымды. Бірақ Димаштың билері, сондай қойылымдары әдемі шыққан, соны қайта көруге болады. В целом, бірақ клипті басынан аяғына дейін қайта көрмейтінем. Сол, в целом әнге 10-нан 10, клиптің өзіне 10-нан 10, бірақ жаңағыдай ұзақтығына байланысты 10-нан 7 сондай қоюға болатын шығар. Тағы мен енді дайындалмадым, бір критериялары, басшы критерий қоямын деп ойлаған болатын, бірнеше критерий таңдап, мына критерий бойынша мынандай баға деген секілді. Бірақ в целом 10-нан 10 қойғым келеді осы материалы үшін, ән үшін. Ең бастысы ән ғой. Димаштың өзінің ойнағаны, өзінің образдары, өзінің әнді айтқаны енді баға бере алмаймын ол жағынан, бірақ супер, кәдімгі қайта тыңдай бергім келеді мына әнді. В целом сол, енді бір эпизодпен мен барша осыны түсіруге тырыстым. Монтажда қалай болатынын білмеймін. Сіздерге деген ұнайды деген ойдамын. Келесі ұнаса лайк басып, комментарий жазып, сохранить етіп, өздеріңіздің стористарыңызға ала кетсеңіздер болады. Келесі қандай әнге өзімнің реакциямды түсірейін. Соны жаза кетсеңіздер комментарийға. Сау болыңыздар.